Саламатсыздар ма? Бізде 42-ші есебімізде есептеңдер дейді. Бірінші есебімізден бастап шығаратын болсақ, 15,2-ні көбейтіңіз дейді 14,8-ге. Енді біз бұны баған түрінде көбейтеміз. 2,8-16, 1 ойда. 5,8-40, ойдағымен 41. 4-ін ойға береміз. 4, 1, 8, 8-ге 4 қосамыз. 12. Енді 4 пен 2-ні көбейтеміз. 2, 4-ім 8, 4, 5-ім 22 ойда. 1, 4-ім 4, ойдағымен 6. Енді 1, 2-ім 2 болады. 1, 5-ім 5, 1, 1-ім 1. 6, 9, 2-ге 2-ні қосамыз 4, 6-ға 5-ті қосамыз 11, анда 1 бар 12, анда 1, яғни 2. Енді үтірді санаған қойған кезде біз мұнда бір сан, үтірден кейін мұнда 2 сан. Яғни соңынан бастап 2 саннан кейін үтір қоямыз. Яғни бұл есебімізде 224,100-96 деп оқисыздар. Келесі екінші есебіміз шығарайық. 19,9 көбейтілген 20,1 баған түрінде көбейтеміз. 19,9-ды көбейтеміз 20,1-ге. 1, 9-ым 9, 1, 9-ым 9, 1, 1-ім 1. Қандай бір санды 0-мен көбейтсек 0-ін өзі болады. 2, 9-ым 18, 1 ойда. 2, 9, 18 ойдағымен 19, 1 ойда. 1, 2, 2 ойдағымен 3. Яғни барлығын қосып шықтық. 2 саннан кейін үтір. Яғни 399,199 шықты. Келесі үшінші есебімізде 401-ді көбейтеміз 3,99-ға. 1, 9-ым 9, 0, 4, 9-ым 36, 1, 9-ым 9, 4, 9-ым 36. Енді 3, 1-ім 3, 3, 4-ім 12. 9 болады. Мұнда 9, 9, 6-ға 3-ті қосамыз 9, 3-ге 2-ні қосамыз 5, 1. Енді үтірді қойғанда, үтірден кейін 4 санды санап арттан бастап қоямыз. 1, 2, 3, 4. Яғни 15,10,000-нан 9,999. Келесі төртінші есебімізде 2,8-16 1 ойда. 2, 9, 18 ойдағымен 19 1 ойда. 2, 2, 4 ойдағымен 5. 2, 3, 8-ім 24 2 ойда. 3, 9-ым 27. 27-ге ойдағы 2-ні қосамыз 29. 2 ойда 2, 3-ім 6. Ойдағымен 8 болады. Енді міне жерде 2 саннан кейін өтір, яғни 899,196. Келесі 5-ші есебімізде 86-ның квадраты азайтылған 14-дің квадраты. Бірден квадраттап шығара салсаңыздар да болады, немесе
Яғни 86-ны азайтамыз 14, бір жақша қаламыз. 86-ны қосамыз 14. Енді екеуін көбейтеміз. 86-дан 14 азайтатын болсақ, 6-дан 4 азайту алайық 2, 8-ден 1 азайтамыз 7. Көбейтілген қосамыз енді 14-ке 86-ны. 6-ға 4-ті қосамыз. Яғни 10 болады бір ойда. 8-ге 1-ді қосамыз 9. Ойдағымен 10, 100 болды. Енді екеуін бір-біріне көбейткенде 72-ні жазамыз. 2 нөлді түсіреміз. Сонда оңай болады. Екінші есебімізде 328-ның квадраты азайтылған 172-ның квадраты. Яғни 328 азайту 172. Менде симайды, мұна астына жаза берейін. Жалғасы. Сіздер жалғастырып жазыңыздар, бөлменіздер. 328 қосылған 172. Енді бірінші азайтуды орындап алайық. Жақшамызды. Яғни 156 болады көбейтілген. Енді қосамыз. 500 болады. Енді көбейткен кезде 5-ке көбейтіп алсақ болады. 5 6 30 шу ойда. 5 5 25 ойдағы 3-ті қосамыз. 25-ке 3-ті қосақ 28. 2-сін ойға ұстаймыз. 1 5 5 ойда 2 бар. 7 мұнда 500-деге 2 нөлді қосамыз. Сонда 78 мың шығады екен. Мынау 6-шы есеп, мұнда 7-ші есеп. 2/4-3 квадрат азайтылған 1/4-1-дің квадраты. Жай бөлшекке айналдырып аламыз. Жай бөлшекке айналдырғанда мына екеуін көбейтіп, оған 3-ті қосамыз. Яғни 4-ті қалпынша жазамын. 2 4-іміз 8, 8-ге 3-ті қосамыз. 11 азайтылған 4, 1 4 4, 5. Енді осыны қосу түрінде жазайық. Енді бөлшектің біз аралықты орындасақ, ортақ бөлімі 4 болады, 11-ден 5 азайтамыз. Сонда 6 болады, 6 бөлінген 4 көбейтілген. Мына жерде керісінше қосамыз. Ортақ бөлімі 4 болады, 11-ге 5-ті қосамыз. 11-ге 5-ті қоссақ 16 бөлінген 4 тең. 4 мен 4-ті көбейтсек 16. Бөлшектің бөлімін көбейтеміз. Алымы мен алымын көбейтеміз. 96. Енді 96-ны 16-ға бөлеміз. Сонда есебіміз 6 шығады. Келесі соңғы 8-ші есебімізде 7/5-1-дің квадраты азайтылған 2/5-1-дің квадраты. Енді жай бөлшекке айналдырып алайық. 5, 5 7 35, 1-ді қосамыз 36 болады. Азайтылған 5, 2 5 10, оған 1-ді қосамыз 11. Бөлшектің біз ортақ бөлім 5 болады, 36-дан 11-ді азайтамыз. Сонда 25 бөлінген 5 болады. Көбейтілген. Енді қосамыз. 36-ға 11-ді қосамыз. Бөлу 5. Яғни 36-ға 47 бөлінген 5. 25-ге 5 бөлсек 5 болады. Көбейтілген 5 болады. Енді 5-ке көбейтеміз. 47-ні 5-ке бөлсек 9,4 болады.
яғни 47-ге бөлеміз 5-ті, 9-дан береміз, 5 9 45, 2-ға түсіреміз, үтір қойып 4-тен береміз, сонда 29,4. Енді осы 9,4-ті көбейтейік 5-ке, 4 5-ім 22 сойды, 5 9-ым 45, 45-ке 2-ні қосамыз, 47 бір саннан кейін өтір, яғни 47 деген бүтін сан шықты. Осымен 42-ші есебіміз аяқталды. Сау болыңыздар.